Ақтау облысы Жаңарқа ауданы Қарағаш ауылында тұрамын. 6 баланың анасымын. Сол ауылда мектепте мұғалімдік қызметімді атқарып жатырмын. Ауылдың тірлігін білесіздер, күнделікті жұмыс, үй. Ауылда тұрғаннан кейін сиыр сауамыз, бие сауамыз, күнделікті тірлігім сол үйдің тірлігімен, мал шаруашылығымен айналысамыз ғой. Жұмысқа барам, күнделікті жаңағы үйдегі тірлігімді істеймін, сонымен өміріміз өтіп жатқан. Енді ауылда мен тек қана біз ауылда болғаннан кейін Қарағандыға ғана жол түсіп, Қарағандыға ғана шығып жүрдік қой. Енді ауылдың тірлігін білесіздер, жаңа айтып өттім ғой, автобус бармайды, пойыз жоқ, остановка жоқ. Таңертеңгілік такси таба алып аудан орталығына жете алсаңыз жеттіңіз, жете алмасаңыз ол көлікте болмайтын күндер де болады. Енді басқа мен қалаларға, үлкен қалаларға шығып көрген жоқпын. Осы компанияға келгелі мен жаңағы сырт қалаларға, Алматы қаласына шықтым, жаңа Таиланд еліне барып келдім. Мен енді өмірімде самолетқа мініп көрмеген адаммын. 42 жасыма дейін. Енді адам армансыз болмайды ғой, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Ең алғаш жаңағы Алматы қаласына ұшаққа отырдым. Сондағы сезімім енді олай мен ойлаған жоқпын. Ұшаққа отырып, жаңағындай Алматы қаласына 1 сағатта ұшып барам деген бір маған арман болатын. Менің өмірім тек қана ауылда, үй тіршілігі, мал сау, сосын жұмысқа барып келу, оқушыларға білім беру. Сол аудиторияда ғана өмір сүрген адаммын ғой. Енді мен жаңағы осы компанияның арқасында мен жаңағы самолетқа ұштым. Ол жердегі сезімім өте керемет, ойлаған жоқпын. Одан кейін Таиландқа бардық командамызбен. Ол кездегі де енді сезімім өте керемет. Енді ауылда отырған адам, мысалы, ешқандай автобус жүрмейді, пойыз жүрмейді, тек қана жеңіл машина баратын ауылдағы адам самолетқа мініп ұшу деген арман ғой бізге. Енді мен сол кездегі көңіл күйімді енді мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір сәтте, бір 25 күннің ішінде жаңағы арманға саяхат акциясын жауып, шетелге барады деген ой маған мүлдем келген жоқ. Енді біз ауылда болғаннан кейін компанияға тіркеген уақытта мен өзі ауылдың адамдарын шайға келіңіздер деп шақырып алатынмын. Келіңіздер, шай ішіңіздер деп. Сол кезде мен өзім осы компаниядан алған білімімді келген кісілерге түсіндіріп, өнімнің құндылығын айтам, шай жеп отырып. Сол кезде мен бір күнде 31 адам шақырып, соның 13-ін компанияға тіркеген болатынмын. Өте істейм деген адамға, мысалы, барлығы оңай екен. Мен басында ауылда қорықтым ғой, мен ауылда жатып, адамды қайдан табам, қалай тіркейм, қалада емеспін. Мысалы, қалада болса, әрбір жерге барып, мысалы, торговый домдарға барып, адамдармен қарым-қатынас жасап тіркей беруге болады ғой, бизнес жасауға. Енді ауылдағы адам, біз өзі шамалағы адам, ауылда 400 ғана адам тұрады. Енді шамалы халықпен мен сол бір күнде 13 адамды тіркедім. Мен өзім бұл компанияға тіркелгеннен мен ешқандай бұлай күткен жоқпын. Мен осылай өмірім өзгереді. Алматы қаласына мен бизнес деңгейге барғанда қаншама статус жапқам, солар сахнаға шыққан уақытта мен енді өзімнің сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын да. Қайта сахнаға шығара берді мен өзімнің жаңағы сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Күткен жоқпын мен ондай. Бұл компанияның шынымен де болашағының жарқын екеніне, жұмыс жасауға мүмкіндік бар екен. Ешқандай ешкімге бір анандай тәуелді емессің, өзің бей, өзің қожасың. Таиландқа барған уақытта жаңағы біз енді теңізге шомылдық қой, сол кезде тұзды су екен. Сонда жаңа қалжыңдап командамдағы апайларға, ханымдарға айтып жатырмын ғой. Туған кезде 40 күн бойы тұзға шомылушы едік. Енді 42 жасымда тағы тұзды суға шомылдым ғой деп жаңа қалжыңдап айтып жатырмын да ханымдарға. Сонда енді ондайды өмірімізде көрген жоқпыз ғой шынында. Кішкентайымызда ғана тұзды суға шомылдырды. Одан кейін 42 жылдан кейін жаңағы тұзды суға түсіп, сондағы енді эмоция мен сөзбен жеткізе алмаймын. Тамаша көңіл күйге қайттық онда да.